Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Қазақша лайфхактар каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше қарын жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл бізге безендіруге өте ерекше сәнді қосады. Ендеше кеттік. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдауды ұмытпаңыздар. Көптеген видеоларды шығаратын боламын. Ол үшін мені қолдап отырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыз. Ол үшін бізге күнделікті тұрмыста қолданатын ақ парақтар керек болады. Яғни 5 штук ақ парақты аламыз. Ақ парақтың біреуін таңдап алғаннан кейін, дәл видеодағыдай 2 см өлшеп аламыз. Өлшеп алғаннан кейін айналдырамыз және үстіне клейді жағамыз. Келесі бетін сол клейдің үстіне жабыстырамыз. Жақсылап қайырамыз. Үстінен басып қайырғаннан кейін, дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай, осылай үстінен бірінен бүктейміз, яғни бір-біріне беттестіреміз. Келесі қадам дәл ортасынан, яғни менде өлшеген бойынша 7-ге келді, яғни 7 санына келтіріп, үстінен ақырындап міне клей жағып алдым. Қазір келесі видеода мен тағы да көрсететін боламын қайталап. Дәл солай жасап алыңыздар. Яғни бізде осындай екі ортасы ашық қалу керек, жан-жақтары ашық, тек қана ортасынан клей жабыстырамыз. Сонда осындай дәл видеодағыдай болу керек. Мына жерде қарап алыңыздар, тағы да бір рет жасап көрсеттім сіздерге. Мұқият асықпай жасадым. Яғни дәл менікі бойынша қайталасаңыздар, бірге бір шығады. Келесі қадам жабыстырып болғаннан кейін бір-бірінен бүктейміз. Осындай жіңішке болуы керек. Осындай жіңішке қалпында бүктегеннен кейін біз қазір үстіне ою саламыз. Келесі қадам үстіне оюды салып шығамыз. Дәл мұқият болыңыздар, мен сияқты қайталаңыздар. Салып шыққаннан кейін қалған 4 бөлігіне осыны оюды бастырамыз. Достар, қайшымен жұмыс жасасаңыздар, менің каналымда
қайшымен жұмыс, яғни қайшыны қалай дұрыс жасау керек, қайшыны қалай дұрыс қайрау керек. Егер өтпей жатырса, менің видеомды көріп алыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, осы каналдың дамуына үлестеріңізді қосыңыздар, лайк басыңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық бөліктерді видеода көріп тұрғандарыңыздай үстінен бастырып барлық 5 бөлікті дайындап алдым. Келесі кезекте енді біз осы ең соңғы қадам бір-біріне жабыстырып шығамыз. Дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай дәл мен сияқты жасаңыздар. Сол кезде өте жақсы, үлкен көлемді қарларыңыз дайын болады. Қалауларыңызға байланысты бұны кішкентай етіп те жасауға болады. Өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты жасай беріңіздер. Үлкен жасауға болады, кішкентай жасауға болады, және түрлі түсті қағазбен жасауға болады. Қандай жасасаңыздар да осындай көлемде жасасаңыздар өте ерекше болады. Және сәнді жасап көріңіздер, қайталаңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.